Маған кішкентай баланы тауып әкеліңдер. Ертеде бір жас отбасы өмір сүріпті. Олардың екі баласы бар екен. Тұңғышы Маша, ал кенжесі Иванушка. Бір күні әке-шешесі қалаға баруға жиналады. Кетерінде олар Машаны шақырып: «Қызым, үй мен інің саған аманат. Бауырыңды қараусыз қалдырма. Біз сендерге базарлық алып келеміз» деп қатаң ескертеді. Ата-анасы кеткен соң Машаны достары шақырып, Маша болса аулада ойнап жүрген достарына қосылады. Ал Иванушканы терезе алдындағы көк шөпке отырғызып кетеді. Ойынға беріліп кеткен Маша інісін ұмытып кетеді. Сол сәтте аспаннан жабайы қаздар ұшып келеді де, жалғыз отырған Иванушканы байқап қалады. Олар Иванушканы аңдып, ақырын ғана қанаттарына отырғызып алып, орманға қарай ұша жөнеледі. Біраздан соң Маша үйіне оралады. Келсе, інісі жоқ. Қыз қатты қорқып жылап жібереді. Әке-шешесінің сөздері есіне түсіп, қатты өкінеді. Ол еш ойланбастан Иванушканы іздеуге шығады. Жолда Маша бір пешті кездестіреді. «Пеш-ау, пеш, жабайы қаздар қай жаққа ұшты?» деп сұрайды Маша. «Алдымен маған көмектес» дейді пеш. «Маған отын керек». Маша болса пештің ішіне отын салып береді. Пеш ризашылығын білдіріп жолды көрсетеді. Келесі болып ол алма ағашына тап болады. Бұтақтары ауыр алмадан иіліп тұр екен. Алма ағашы жабайы қаздарды көрдің бе дейді Маша. «Алмаларымды теріп берсең айтамын» дейді алма ағашы. Маша болса алмаларын теріп береді. Алма жеп алады да, ағаш жеңілдеп оған дұрыс бағытты көрсетеді. Одан әрі Маша жүре-жүре Сүтті өзенді келеді. «Сүтті өзен, жабайы қаздар қайда кетті?» деп сұрайды Маша. «Жолымды бөгеп тұрған анау тасты көрдің бе? Сол тасты алып тастасаң, мен саған жолды айтамын» дейді. Маша тасты итеріп шығарады да, өзен оған орман ішіндегі жолды нұсқайды. Орманның ішіне кіріп жүрсе, Маша кірпіні кездестіреді. Кішкентай кірпі айтады Машаға: «Кел, мен саған жолды көрсетемін» дейді. Жолды көрсетіп бара жатса, алда үлкен тау аяқты үйшік тұр екен. Ал үйдің жанында Иванушка алтын алмамен ойнап отыр екен. Маша ақырын жақындап, інісін көтеріп алып, қаша жөнеледі. Бірақ мұны байқап қалған жалмауыз кемпір жабайы қаздарды шақырады да, балаларды қудыруға бұйрық береді. Қуғын басталады. Алдымен балалар Сүтті өзенге жетеді. Өзен оларды астына жасырып, қаздардан құтқарып қалады. Кейін қаздардан тағы қашып олар алма ағашына тап болады. Алма ағашы оларды бұтақтарымен жабады. Алма ағашы көмектескеннен соң олар ары қарай жүгіре бастайды. Алдарында ең басында көмек берген пеш кездестіреді. Пеш оларды ішіне қарай жасырып, қаздарды адастырады. Шаршаған жабайы қаздар кері қайтады. Ешқай жерден таба алмай, ал Маша мен Иванушка аман-есен үйлеріне қарай жүгіре бастайды. Әбден шаршаған жабайы қаздар үйлеріне қарай қаша жөнеледі. Ал Маша мен Иванушка өз үйлерін табады да, үйге қарай қайта бастайды. Көп ұзамай ата-аналары да оралады. Балаларын құшақтарын алып, қуанып бірге шай ішеді. Маша қателігін түсініп, енді ешқашан інісін қараусыз қалдырмауға уәде береді. Содан бері Маша әрқашан жауапты, мейірімді қыз болыпты. Ертегі осымен аяқталды. Тыңдағаныңызға мың алғыс.